Muratova Ружан Рахметқызы. Осы 3-ші мектептен сізге келіп отырған жайым бар. Менің отаның номинациясы бойынша сіздің шығармаларыңызды қорғау үшін қатысып жатыр республикалық сайысқа. Енді өзіңіз туралы таныстырып кетсеңіз. Иә, менің аты-жөнім Нияз Қобыш. Мен Иранда өскенмін. 1957 жылы туып өскенмін Иранда. Біздің шалдарымыз кешегі өткен ғасырдың 28 мен 32-нің арасында осы Атамекен Маңғыстаудан Түркменстанға Иранға өтіп кеткен. Мен сол шалдардың ұрпағымын. Сол жақта оқыдым, сосын Тегран университетіне түстім. 80 жыл Тегран университетінің шет тілдер факультетін бітірдім. Ағылшын тілінің маманымын. Иранда 15 жыл, Қазақстанға көшіп келгеннен кейін 28 жыл. Мен жалпы айтқанда 43 жыл өтілім бар. Ағылшын тілінің маманы. Сонымен қатар парсы тілін жақсы білем. Аударған кітаптарым бар, жазған дүниелерім бар ағылшын тіліне байланысты. Мектептерде сабақ бердім, Есенов университетінде сабақ бердім. Сосын қызметімнің соңғы жылдары Мұнайлы ауданының нөмір 1-ші кешкі мектебінде сабақ бердім. Қазір облыстық архивда 95 жыл бұдан бұрынғы, дәлірек айтқанда 1930 жылдары кешегі Кеңес одағының Қазақстанда, соның ішінде Маңғыстауда құрылып жатқан кездеріндегі құжаттары сол кезде төте әрпімен жазылған екен, мен соларды оқып жатырмын. Менің қызметім қазір сол аталардан қалған дүниелерді оқу. Қазіргі қызмет. Сіздің осы Маңғыстауға сіңірген кішкене еңбектеріңізді атап өтсеңіз. Иә, менің енді шамамен 10-ға жақын аудармам бар, жазған дүниелерім бар. Ол ағылшын тіліне байланысты, ол парсы тілінен аударған дүниелері бар. Соның ішінде кеше аталардан қалған көне түркі шағатай тілі деп аталатын біздің аталарымыз оқыған, ұрпақ тәрбиелеген, сол тілден аударған дүниелерім бар. Солардың ішінде ең маңыздысы осыдан шамамен 820 жылдай бұрын 13-ші ғасырдың басында жазылған Иранда әлемнің алғашқы географиялық кітабы Жаһаннама деген мен кітапты аудардым. Әуелі қазақ тілін аудардым, кейін грант жеңіп алғасын ағылшын тілін аудардым. Жетекші ұстазым Болат Көмеков деген академик ағам оны орыс тілін аударып, сол Жаһаннама деген кітапты